Біз Қазақстанда, ежелгі қазақ жерінде өмір сүреміз. Қазақстан Еуразия кеңістігінің қақ ортасында орналасқан. Ежелден еркіндік аңсаған қазақ халқы туған жерін түрлі жаулардан ерлікпен қорғап, армандаған тәуелсіздікке қол жеткізді. Қонақжай қазақ жері бұл күнде 140-қа жуық ұлттар мен ұлыстардың 17 конфессияның басын қосып отыр. Дүниежүзілік соғыс жылдары КСРО-ны мекендейтін көптеген ұлттар мен ұлыстар Қазақстанға күштеп жер аударылды. Қиын қыстау шақта қазақ халқы оларға көмек қолын созып, қамқорлық танытты. 1991 жылы өз тәуелсіздігін жариялап, дербестікке ие болған Қазақстан еліміздің тұңғыш президенті, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен өркендеу жолына түсіп, әлемдік қауымдастық көшіне жылдам ілесті. 1995 жылы дүниеге келген Қазақстан халықтарының ассамблеясы рухани зияткерлік бағыттардың өміршең болуына ықпалдастық танытуда. Жаңа тарихи сананың қалыптасуына, оның өркендеу бағыттарын айқындауға және қазақстандық жаңа қоғам құру талаптарына сай келетін ортақ құндылықтар жүйесін орнықтыру жолында игілікті істер атқаруда. Жабақ Ақерке Ержанқызы, Оңтүстік Қазақстан индустриалды инновациялық колледжінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы құрылған парасаттылық мектебінің аясында өз жұмысын бастаған ізгілік елшісі еріктілер қоғамдық ұйымының мүшелерімен бірге сіздерді алдымыздағы 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Мереке бастауы бірлік, ел іші тату тірлік деген қағиданы ұстанған халқымыз үшін бұл мерекенің орны әрдайым ерекше. Осыған байланысты бір шаңырақтың астындағы халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздегі татулық әрқашан дамып, береке бірлік, ынтымақ мәңгі жасай берсін демекшімін. Тәуелсіздік жылдары қол жеткізген негізгі байлығымыз, негізгі асыл қазынамыз бұл әрине біздің халқымыздың өзара тұтастығы. Сондықтан да осындай қасиетті айда барлығымыздың дұға тілектеріміз қабыл болып, қашанда аспанымыз ашық, еліміз жеріміз аман болсын. Құрметті ағайын. Бізді қазақ халқын достық күнімен, шын көңілмен құттықтаймыз. Еліміз аман, халқымыз тыныш болғай. Бүкіл отбасы бақыт пен шаттыққа кенелсін. Біз біргеміз. Бір шаңырақ астындағы халқымыздың ынтымақтастығы мен өзара ауызбірлігіміз нығая түсіп, республикамыздағы ұлтаралық татулық әрдайым берік болсын, достық және де бірлік жасай берсін. Біз біргеміз, бірлігіміз жарасқан. Үстің тапса діндер менің ділімді, салт дәстүрлер сайға ұлысты бүгінгі. Бір туғандай ұлтырлық келесін, бір көтерген басқа түскен жүгімді. Біз біргеміз, бірлеміз жарасқан. Еліміз жұлдызы жанған жеріміз, тәуелсіз арман еліміз, жаралған арман өміріміз сенсің, арманы биік сөзсіз, жүрекпен сүйесің деп жанамын күйіп ол мекенің
екен дара. Көлдері мөлдір айна, гүлдері әсем жайда, сенде жауһар қайда. Төлегіміз оқу, қазағымның оқу.